Баршаға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маса жайлы қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Және де маса шықса не істеу керек, сол жайлы да бөлісемін. Достар, алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар, себебі келесі шығатын қызықты әрі пайдалы ақпаратты жіберіп алмайтын боласыз. Масаны барлық адамдар жек көретіні сөзсіз. Бұл тіршілік иесі Құдайдың жаратылысы. Олардың табиғаттағы тепе-теңдіктері сақтаудағы орындары бар. Масаның зиянымен қатар пайдасы бар екенін білесіз бе? Бұл дыбыс масаның аузымен айтқан ән емес, қанат қағысының дыбысы. Ол 1 секундта 600-ға жуық қанат қағып үлгереді. Соған қоса, бұл дыбысты ұрғашы масалар ер масаларды қызықтыру үшін де қолданады екен. Ал олар жолыққан кезде қанат қағыстары бір толқында қағылады екен. Масалардың көбеюі үшін тұрақты су орындары немесе көлшіктер қажет. Сондықтан да олар сулы аймақтарда өте көп кездеседі. Масаның супер күші бар десем қателеспеймін, себебі олар жаңбыр жауып тұрған кезде жаңбыр тамшыларын үстіне тегізбей ұша алады. Олардың салмағы өте жеңіл. Аш маса 2 мг болса, тоқ маса 5 мг болады. Сондықтан олар желді мүлдем ұнатпайды. Масалар өте қауіпті ауруларды тасымалдағыш екенін біле жүріңіздер. Олар чингунгени, сары безгек, малярия сияқты аурулардың тасымалдаушысы болуы мүмкін. Масалар адамды демалу барысында шығаратын көміртек арқылы немесе денесінен бөлінген тердің иісі арқылы табады. Егер адам денесін таза ұстамаса және денесінде бактериялар көп болса, ондай адамға тіпті масалар да жоламайды екен. Масаның қалай шағатыны және қанды қалай ішетіні жайлы мәліметпен таныс болыңыздар. Дәлірек айтқанда, қанды тек ұрғашы масалар ғана ішеді, ал ер масалар жеміс-жидектердің шырынымен қоректенеді. Қанды олар өзінің ұрпағын қалдыру үшін ішеді. Олардың тұмсығы бірнеше бөліктерден тұрады. Алдымен олар өзінің 50 тісі бар тұмсығымен теріні тесіп, одан кейін жіңішке тұмсығын тері арқылы қан тамырға сұғып, өзінің уын шашады. Ол у қанды ұйылтады. Сондықтан да адам масаның шаққанын сезбейді. Ал маса болса, тойып қан іше бастайды. Егер у тарап кеткенше маса қанды ұшып кетпесе, ол адам қолынан өлуі мүмкін. Ал егер уақытылы ұшып кетсе, адам масаның шаққанын тек бірнеше минуттан кейін ғана байқауы мүмкін. Ал шағылған аймақ қызарып бөртеді және де тітіркеніп қыши бастайды. Ол маса уының қанды ұйылтудан қалған әсері. Осындай қолайсыздық әкелетін масаның пайдасы неде? Масалар әлемде жоқ болып кетсе не болады? Маса жануарлар әлеміндегі азықтану тізбегінің ең соңғы сатысында тұрған жәндіктердің бірі. Онымен көптеген құстар, бауырмен жорғалаушылар, қосмекенділер және балықтар азық етеді. Ал масалардың жоқ болып кетуі осы жануарлардың аштықтан азайып қырылуына алып келуі мүмкін. Тіпті әлемде тек масамен қоректенетін құс түрлері де бар. Олар мүлдем жойылып кетуі мүмкін. Ал осы құстардың жоқ болуы басқа паразиттердің көбеюіне алып келуі мүмкін. Ол паразиттер егін шаруашылығына зиян келтіреді. Міне осылай адамның мал шаруашылығына кедергі келтіруі мүмкін. Осыған қоса ер масалар болса, көптеген шаруашылықтағы өсімдіктерді аралармен қатар тозаңдандыру процесіне атсалысады. Олар болмаса, өсімдіктердің тозаңдануы азаяды. Бұл тек қарапайым мысал. Әлемге масаның жоқтығы қандай зардап алып келетіні толық белгісіз. Сонымен қатар африкалық джунглилерге, азиялық ормандарға адамның аяғының басылмауының басты себебі осы масалар болып саналады. Егер осы масалар болмаса, адамдар сол ормандарды түбегейлі жойып жіберуі мүмкін еді. Сондықтан да достар, бұл әлемдегі жаратылыстың барлығы бір-біріне байланысты және бостан босқа жаратылмағанын ұмытпағаныңыз жөн.
6 ай ғана өмір сүретін масаның зиянымен қоса пайдасы бар екенін білдік. Енді маса шақса не істеу керек? Ең әуелі, маса шаққанда орнын қасып тырнауға болмайды. Жәндік шаққанда ауырсынуды басатын ең қолжетімді тыныштандырғыш айран немесе сүт. Осы ағарғанды жағу арқылы дененің қышуын басуға болады. Ал егер маса шаққан орнын қасып тырнап қышып тастасаңыз, ас сотасын суға араластырып жағыңыз. Сонда ауруды сезбейтін боласыз. Маса шаққан орынға йод жағумен де жайсыздықты жоя аласыз. Табиғат аясында серуендегенде маса шақса дереу бақбақ, жалбыз немесе түйметақ өсімдігін іздеңіз. Өйткені осы 3 өсімдік жапырағының қайсысы болмасын, маса шаққан жерге үйкесеңіз, тері ауруы қояды. Сонымен қатар, маса шаққан кезде үй өсімдіктерінің де көмегі бар. Мәселен, алоэ гүлі жапырағын сындырып алып, ауырып тұрған жерге жақсаңыз, дереу сауығып кетесіз. Айтпақшы, масалар нәр алар азығында таңдап талғайды. Мысалы, қан тобыңыз бірінші болса, сіз масалардың ең сүйікті асы боласыз. Ал егер екінші болса, масадан қорғанудың да қажеті жоқ. Масаға қаннан гөрі ақуыз қажет. Ол оны адам бойынан кез келген гүлден жинайды. Масалар жүкті әйелдерге үйір келеді. Себебі аяғы ауыр адамның дене температурасы жоғары. Бойындағы көмір қышқыл газы 21%-ға жоғары болады. Масада ерін, жақ, тіл және 50 тіс бар. Жоғарыда айтып кеткендей, ақуызға бай маса өлер алдында өзінің бойына жинаған бүкіл дәрумендерін өсімдіктерге шашып кетеді екен. Міне достар, маса жайлы мен білетін барлық ақпаратты алдыңыздар деген ойдамын. Ендігі кезекте сіздер маса жайлы не білесіздер, соны пікірге қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде оқитын боламын. Айтпақшы, каналға тіркеліп, қоңырауды басуды да ұмытпаңыздар.